Сәлем достар, бүгін дымляма тамағын пісіреміз. Ол үшін мен капустаны бірінші жақсылап жуып, тазалап, турап, қазанның түбіне қойып шықтым. Етіміз қазанға жабыспау үшін. Оның бетіне ет пен майды жақсылап жуып, тазалап, бұл тұздалған ет бетіне қойып шықтым. Оның үстінен енді өзіңіз қалаған көкөністеріңізді шетінен слой-слойлап біртіндеп қоя бересіз. Мен жуан, сарымсақ, тәтті бұрышпен капустаның өзін және картошка пайдаландым. Осылай слойлап қойып шығамыз. Кейінірек томатпен, қаймақпен соус жасап, оны бетіне құйып жібереміз. Қалаған дәмдеуіштерімізді салып, және тұзымызды салып. Ең соңында бетіне капустаны жауып қоямыз. Сосын қақпағын жауып, бірінші қатты отпен қойып, қызғаннан кейін жай баяу отқа қойып қоямыз. Дымлямамыз бұқтырылып пісіп шығады. Дымляма дегеннің қазақша баламасы өзі сол бұқтырма. Атырау жақта сірне дейді. Осылай пісіріледі. Мен сіздерге айта кететінім, шындықты айтайын, пісіп тұрған дымляманы суретке түсіріп алуды, видеоға түсіріп алуды ұмытып кетіппіз. Тәтті болған соншалық тез жеп қойыппыз. Мына суретті интернеттен тауып алдым.